Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай үй жағдайында трайфл жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, жасалу жолы да өте оңай. Қонақ күткенде жақындарыңызға жасап берсеңіздер де болады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Қажет заттардың мөлшерін описанияда қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Қант пен жұмыртқаны осындай ақ көбікше болғанша араластырамыз. Сосын құрғақ ингредиент какао қопсытқыш ұн үшеуін бөлек ыдысқа араластырып алып, жұмыртқа мен қантымызға аз-аздан салып миксерлеп отырамыз. Ұн салғанда аз-аздан қосып отырыңыздар, сонда тестамыз жақсы көтерілетін болады. Ал бірден салып жіберсеңіздер, онда көтерілмей қалуы мүмкін. Тестамыз осындай болып шығады, сұйық. Сосын оны қалыпқа құйып, духовкаға салып пісіре берсеңіздер болады. 180 градуста 20-25 минут. Әркім духовкасы әртүрлі, сол себепті қарап тұруды ұмытпаңыздар. Кремге мен сливкидің тек өзін бірінші араластырып аламыз. Ештеңке қоспайсыздар, тек сливкиді осылай қою болғанша араластырасыз. Сосын сахарный пудра себеміз. Тағы да миксерлейміз. Крем қоюлығы үшін творожный сыр пайдалансаңыздар болады. Мен 3 столовый ложка көлемінде пайдаландым. Егер сіз кремнің қатты қою болғанын қаласаңыз, онда одан да көбірек қоссаңыздар болады творожный сырды. Сосын барлығын миксерлеп алып салып, тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, креміміз дайын тұра береді. Сосын келесі кезекте нанымыз піскесін, тестамызды пергамент қағазынан алып, осындай сеткаға қойып суытып аламыз. Бірінші ең алдымен толықтай суы қажет. Суыған соң мен осындай майда бөліктерге бөліп алдым. Сосын осындай стаканчиктерге жинаймыз. Бірінші осылай түбіне жұқа етіп крем жағып шығасыздар. Сосын үстіне корждарымызды саламыз. Міне осылайша салдым корждарды. Мен 2 қатар аламын кремін. Сосын қайтадан крем кетеді коржың үстіне. Және қайтадан корж саламыз. Және тағы да крем, бұл ең беткі қабаты. Оны тегістеп жағуға тырысыңыздар кремін. Осындай болып шығады, міне. Міне біздің трайфлдарымыз осылай болып шығады. Видеода көргендей өте керемет, әдемі көрінеді. Енді бетіне құйғанға шоколадный глазурь жасаймыз. Ол үшін сары майды ерітіп, баяу отта ерітесіздер. Сүт құямыз. Бұның да толық мөлшерін описанияға қалдырамын, достар. Сосын шоколад саламыз. Міндетті түрде қозғап отырыңыздар, жабысып қалмас үшін шоколад. Міне осындай болып шығады, қою түске енді біздің глазуріміз. Сосын видеода көргендеріңіздей барлық трайфлдарымыздың бетіне құйып шығасыздар. Сонымен трайфлдарымыз дайын. Шоколадты құйып болған соң, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойсаңыздар, кремі сіңіп, бетінде шоколады қатып, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.